geldi, sırdan geldi. Және de tavdan geldi, kumdan geldi. Aldымен amandasу емес педі, қазақтың дәстүрінде тұрған белгі. Ассалаумағалейкум дана қазақ, шынықтырған ұлдарын шыңнан көрді. Ахмет баба тойы құтты болсын, әлпештеп аялай бер тұлған денді. Қайдан жүр демеңіздер жаман сары, Құдайым несібемді жырдан берді. Негізі мен тізімде жоқ едім ғой, балдарын шақырған соң жылдам келді. Аспанбек аяқ асты келмей қалып, аспаннан түскендей боп нұрлан келді. Бұл Түркістан облыс атанғалы, алғаш айтыс емес той шаһардағы. Айтыспен жағаласып өтіп жатыр әлем чемпионаты да Катардағы. Футболдың да уақыты боп қалған ау, орындықтың сиретті қатарлары. Кейбіреу доптадасын ұнатты ғой, бәрінен біздің айтыс қуатты ғой. Кетіп қалып жүрмендер қалғандарың, әйтпесе қонақтардан ұятты ғой. Бразилияның ойынын көреміз деп, біраз ел қайтып кеткен сияқты ғой. Жаратқан ием жәрдем бер, тіл жағым бүгін қалмасын. Ақындар жырға бөлейді, түркі жұртының құрдасын. Мәдениет министрлігі Түркістанға бұрыптау Жырдарияның арнасын. Шақыртып отыр жүрсіннің жүйріктері мен жорғасын. Бапкердің бірақ өзі жоқ, тұлпарға салған таңбасын. Сотта да қазан аттарын шабысынан тамбасын. Жүрсінін іздеп ел отыр, айтыстың қолға тізгінін. Аман жол ағам алғасын, келе алмай қалды ел жүкен, Алладан сынақ болғасын. Емделіп жатыр қарандар, Құдайдың өзі қолдасын. Сіздерге сәлем жолдады, қамықпасын деп қандасым. Сарқатынан оңалып, ортамызға оралып, Ұлытаудың қыраны айтыстың көшін жалғасын. Жүлдесіз айтыс болса да, жүрсінсіз айтыс болмасын. Бабаларымның ер жүріп, мұрасы сенсің Түркістан. Әулие менен әулие әмбегелердің дұғасы сенсің Түркістан. Келмеске кеткен асылдың, өксікпен өткен ғасырдың куәсі сенсің Түркістан. Береке менен бірліктің бастауы сенсің Түркістан, бұлағы сенсің Түркістан. Руханияттың сөнбейтін шырағы сенсің Түркістан. Мағжандай ақындарымның ұраны сенсің Түркістан. Елімде өткен жандардың арманы асыл хандардың дамылдап жатқан мәңгілік тұрағы сенсің Түркістан. Қапшақ қарлы қоңырат оғызым сенсің Түркістан. Ей Әл-Фараби саңғыл би аңызым сенсің Түркістан. Бәйдібек менен Төле би абызым сенсің Түркістан. Баба түкті шаштасыз қара бура әулие батасы сенсің Түркістан. Алатау менен Тұрғанбай Мәделі менен ей Мұсабек батырларымның осындай сахасы сенсің Түркістан. Майлы мен құлын шақтардай намысым сенсің Түркістан. Сұлтанбек саттар тұрардай арысым сенсің Түркістан. Шәмші менен Мұхтардай тарыным сенсің Түркістан. Кәушен мен Көкбай Әселхан алыбым сенсің Түркістан. Нармахан
Şehrim sensin Türkistan, Begarıs benen Begzattın jigeri sensin Türkistan. Dünyedeki Türkünün tilevi sensin Türkistan. Ey Alaş degen jurtumның kalkanı sensin Türkistan. Jer beti cüzük bolganda jauhары sensin Türkistan. Jisanda kança kalanı sаңлағы sensin Türkistan. Бүкіл Türküş balası şanşılar uğuk bolganda şаңрағы sensin Türkistan. Aylayın Argıncan, kulaqtır endi ağana, жақында айтыс өткізіп қадірлі болсын қалаңа. Мейірбек ақын белсебет мінгізген екен балаңа. Бақ жүлдесін алыпсың ат қосып дүбір додаға. Сол айтысыңды көріп көз жетті шабар шамаңа. Алқисасын сөзіңнің Түркістаннан бастапсың, баяндап берсем боламма? Түркістандағы шаруалар митингіге шықты деп, әкімдерін хан қылып, бәрі де тізе бүкті деп, олардың шіркін қасында ханға да басын имеген, біздің адайлар мықты деп, мысқылдап күліп, мә қасқа жете алмапсың ау бағама. Сен күліп отқан шаруалар, ана жылжыт болғанда шөп толтырды ғой қораңа. Аяқтан тұрып алған соң, аспандап сөйлеп отырсың түсірмесем тобаңа. Түркістандықтар ондай деп, маңғыстаулықтар мұндай деп, ақынның өсіп бөлінсе, келешегіміз оңамма. Абылай хан мәңгілік мекен болған жер, Абылай хандай бабамма. Түркияның өзі де Түркістан үшін садаға, тізе бүкпек түгілі, топырағын сүй бұл жердің, айтып жүр бала шағаңа. Ағалық саған ақылым, түйіп алғайсың санаңа. Өзіңді көтеремін деп, өзгені төмен санамай. Жаным жағымды, сайтанға болсын лағынет. Ол рас дұрыс айтасың, өткен жыл менің елімде қуаңшылық келгенде оңтүстіктегі осы елден біраз көмек алып ек. Ал қонағыңа шүйлікпей нүреке сәл сабыр ет. Шөп алмадым деп айтқам жоқ, сөз түсінбесең әрі кет. Менің айтқаным ағайын, менің айтқаным ол жерде, халқына тізе бүктірген, көзімізбен көргенде көңіліміз налып ет. Мен соны ғана айтқанмын, шаруалар жаман дегем жоқ, бетіңіз неткен қалың ет. Қажатанған жігітсің, бермеші жалған мәлімет. Айтпағым менің ол жерде басы барды идіріп, тізерленіп, бүктіріп, қандық құрып бермеп бет керейменен жәнібек. Одан кейінде ағасы ешкімге басын имеген батырларым кешегі барлығы да алып ет. Тек мынау бейбіт заманда халқына басын идірген әкіміңе көңіл қалып ет. Мен соны ғана қозғағам кіршалда ұлттың ары деп. Себебі өзің білесің, әйтпесе өзің білесің. Біз қазақ деген ел едік, Шыңғысханның да алдында тізерлеп басын имеген, Қайыр хандарды кешегі тудырып берген халық егай. Жерде кешегі көк мойнақтар шапқан белде,
Заманында 300-ге билік айтып, хандарым сөйлеген жер тақтан төрде. Bir кезде жәрменкенің сәні болып, көшпелі ел жеміс жидек сатқан жерде. Еңбекқор Түркістанның ел аман ба, адалдық бар маңдайынан аққан терде. Киелі Маңғыстаудан келіп тұрмын, ақсақ темір қазығын қаққан жерге. Кіші жүздің алып келдім ақ сәлемін, ұлылар атқа мінген атпал белге. Ал арыстан ба беліне сәлем айтты, шопан атам мыңқыртып қой баққан жерде. Шоқырлар ұя салған жерден келдім, саттар қанып қанатын қаққан жерге. 362 әулем сәлем деді, 300-дің ынтымағын тапқан жерге. Ал баласын Маңғыстаудың қарсы алыңдар, көріндім аламандай саптан менде. Пірбекеттің сәлемін алып келдім, Құл-Қожа Ахмет Яссауи жатқан жерге. Ал оңтүстігім армысың, ей Түркістаным бармысың? Ал қара алтындай, Қаратаудай салмағың, Алатаудай алтыным, ей жеріңде жатыр 30 бап, төріңде туған сандарың, ей Рабиға бегім сұлтандай, жеріңде жатыр заңғарың, Есімхан Тәуке Абылай, жолбарыстай хандарың. Ей қаздауышты қазыбек, саңқылдаған саңлағым, солардың болған сарқыты бекзаттай туды тарланым. Ал Түркістан аман жатсың ба, ал салт дәстүрімді сақтаған, тұлпарларымды баптаған, ақсақал алға бұратын, иіліп келіні тұратын. Ей кірлетпеген арларын, күндетпеген жарларын, жігіттерінде бар еді жеті атанға жүк болған, жүрегінде түк болған жолбарысқандай арланым. Ал қолыңды соғып қолдасаң, ал 300-дің басын қосқан жер үш қияныңнан келіп тұр Арғынбек деген балдарың. Жүлдең үшін келген жоқ, жүлдең үшін келген жоқ, алтынында шарған жоқ. Ей талабым сені бір көру, табаным тиді жеріңе орындалды бар арманым ерден артық, еріне қолдау бар ма елден артық. Әйгілі Нұрлан менен жұп болдым ғой, бақытты жан жоқ шығар менен артық. Жаңаөзеннің шайырымен кездестің ғой, бақытты жан жоқ шығар сенен артық. Негізі қас майданға шыққан кезде әлсіз жаудан осындай мерген артық. Адайлардың ескіден дәстүрі бар, солардың сүрлеуіне сенген артық. Мың сөзбенен мықты деп естігенді бір барып көзіңменен көрген артық. Біздікі сол баяғы батырлық жол, ізіне ізгілердің ерген артық. Мысықтармен мияуласып отырғанша, арыстанмен алысып өлген артық. Ау Нұреке ақынен ғой, нақты қыз ба? Ендеше шайқасатын шақтымыз ба? Ол Нұрекен қазақтарды қоя тұрып, жебеңді Бішкек жаққа аттыңыз ба? Соңғы кезде қырғыздармен айтысасын, Сырдарияның ағысындай ақтыңыз ба? Ел аралық айтыштан да жүлде алыпсың, соған лайық болардай шаптыңыз ба? Қырғыздар бір жүлдесін саған берді, елінің ақ көңілін таптыңыз ба? Айтыстан соң бір қырғыз қой сойыпты, аузыңды малып қойып аққымызға. Сол кезде Кенесары бабамды ойлап, бір әрсе тұңғиыққа баттыңыз ба? Бабаңның басын алған қырғыз еді, соны ойлап шермен мұңды шақтыңыз ба? Әлде тек мәз-мейрам боп марапатқа арқаны кеңге салып жаттыңыз ба? Бабаңның басы жайлы айттыңыз ба? Әлде тек басты мүжіп қайттыңыз ба? Бішкектің барып қайттым қаласына, кешегі Ерманастың оу даласына. Бас мүжіп қайттыңыз ба деп қояды Арғынбек мен секілді ағасына. Ол жақта үлкендерге бас бермейді,
ет толтырып келгенмен шарасына, баш жейтін сен сияқты балдар екен шуылдап мініп жүрген шанасына. Хан кененің басында айтқан жоқпын, айтыстың түскеннен соң додасына. Құрметтеп қонақ қылып шығарған соң ешкімнің жармасқан жоқ жағасына. Ұрпақтарын жазғырған жөн болмайды, өкпеміз болған менен бабасына. Әкесінің жасаған қателігін бұл қазақ кек қылмаған баласына. Олар қайта Жамбылға айтыс беріп, бабамның жетіп жатыр бағасына. Жамбыл мен Тоқтағұлдың татулығын ұрпақтың құйып қайттым санасына. Балталап жатсам дағы бөлінбейтін Құдайым бірлік берші алашыма. Енді сызат түспесін деп тілеймін, қазақ пен қырғызымның арасына. Құласаң сүрінгенге күлме деген, негізді шықпау керек тілден өлең. Елді тізе бүкті деп айттым дебем, дейсің ау ол жайында үндемегем. Мен саған жала жауып отқан жоқпын, тайғанақ болып шықты бұл не деген. 180 градусқа табан асты, сені бұрып жіберді ау жүлде деген. Әкімге қапа болып қалғам дейсің, дұрыс қой жақсы адамды тілдемеген. Сол әкімнің жұмысқа келгеніне бір-ақ апта болғанын білмегенің. Елге тізе бүктірген әкім емес, сондықтан жөн болады үндемеген. Дархан мырза, халықтың ортасында әлеуметтік желіден күнде көрем. Шүкір Алла, Түркістан түлеп жатыр, жері жоқ ажарланып гүлдемеген. Жапырағы жайқалған жамба десем, бөренедей отырсың бүрлемеген. Түсінбесең ешкімді айыптама, түс алмасаң түйеге мінбе деген ай. Қоя тұрып барғында елдің шайын айтайын, қоғамда болған жағдайды санаға салып байқайын. Екібастұздың жағдайы жүрегімізді сыздатты, жылусыз қалған жұрт үшін алаңдап тұрмыз біз қатты. Сондағы бауырларымның қабақтарына қар түсіп, кірпіктеріне мұз қатты. Тозығы жетіп қалса да, жылу орталығының құбырын жөндеп бұзбапты. Жемқорлықтың жемісін осыдан көрдік біз нақты. Біздегі кейбір көкелдер мақтанған кезде мықты ғой, халыққа деген қаржыны қалталарына тықты ғой. 30 күн емес бұл халық 30 жыл үміт күтті ғой. Ал олар болса үмітті апарып жарға жықты ғой. Ал апарып жарға жықты ғой. Жабуын жеген түйедей ауылын тонап қайт кетті де, қашатындары қашты да, бұғатындары бұқты ғой. Қазынасын халықтың жыландай жалап жұтты ғой. Дамыған 30 елдердің сапындамыз деп құртты ғой. 30 жыл болған ұрлығым, желкесін емес жемқордың құбырды тесіп шықты ғой. Тақсыр деп қойымды кетті қасқыр жеп, жемқорлар тоя алмадау жерімнің үстін астын жеп.
Bireuvler ketdi kaşkın bop, bireuvler ketdi bosqun bop. Başka ellerde osunday Mongoldun halkı kay kezde alanga шығып edip koy mafiyaga kaspın dep. Halkpen çürmey sanasып, Kataymen avuz çalasып, kömür Çendiler kömür tonaptı, aytatın bolsam tefsirlep, soğan şadamay Mongoldar alanga çıktı taskın bop. Al Xitaylar şağın estedi, cemkordu olar keşpedi, şetinin atıp tastadı, cemkorlarga kaspın dep. Al bizdi tonağanдар şe, mayın çatır koy töstün cep, cevap alatın çambarma, karı var eldin baylığın, esepsiz nege şaştın dep. Mana halыққа деген қаржыны қалтаға неге бастың деп, жеріңді неге саттың деп, араныңды неге аштың деп, айтып тастайтын біз бармыз, атып тастайтын ешкім жоқ. Sen жайлы жаңалықтың шетін білдім. Арғынжан бір зыңа өтім дұлдың. Бір кезде КВН'ге ойнапсың ғой, күлкіздеп келгендердің бетін бұрдың. Одан кейін депутат болыпсың ғой, шамалы саясаттың ретін білдің. Өзіңнен сұрайыншы деген едім. Bir шама буыныңды бекіндірдің. Жайдарманда жүргенде қатырмабың, депутат болған кезде нетіндірдің. Бізде бәрі жақсы деп бөстің бекен, үніңіз қаншалықты естілді екен. Антикордың адалдық алаңында армансыз естегіңді естің бөкем. Өзіңнен сұрайыншы деген едім, жемқорлардың жемсауын тестің бекен. Жоғалды көрсең дағы көрмегендей солардың аңғайына көштің бекен. Параменен ұсталған адамдардың параменен тірлігін шештің бекен. Қолақтырып көрейін датыңамен ақым боп шығып жатыр атың әрең. Сен қазір қызметте емессің ғой, әйтпесе шыны ұстап шатын әрең. Астанаға бармағаның дұрыс, егер сен Астанаға өсіп кетсең, алдыңнан шыққандарды жапырар ең. Жайдарманда жүргенің еске түсіп, қатырғанда мына сен қатырар ең. КВН'нен көтерілген екеуміз деп Зеленскийді қонақта шақырар ең. Екеуіңнің бастарын қосылып ап, Путинге прикол ұстап отырар ең. Ал Нұреке кеттіңіз ғой алыстарға, шеке шауып кеттің ғой жарысқанда. Сен айтқанда мынау ел шулап жатыр, залды толтырыпсың ғой таныстарға. Мен айтқанда барлығы шуламайды, бағанда бір көзіғып қойсаңда шындықтан қашан күйерлер болысқанда. Жайдарманда жүргенімде сөз қылдың ғой, басымыз оңтүстікте қауышқанда. Сен сынаған жайдарманда жүрді кеше Көпен Әмірбектей арыстанда. Депутат ақым болса не болыпты, Нұреке сенің есің ауысқан ба? Халықтың қалаулысы болған жоқ па? Кешегі Қадырменен Шерхандарда, Әбіш Кекілбаевтай данышпанда. Соларға ұқсап тұрсам не болыпты, барыс еліктемей ме барыстарға? Парламентке барма деп отырсың ғой, Нұреке осы сенде намыс бар ма? Қазақтың ақынына қимадың ба? Ана тілде сөйлей алмай, ант бере алмай, арсыздардың жамбасы жабысқанда, қырандар ұя салған сол биікте жүрген жоқ па қарғамен сауысқанда? Путинге күлмей ақ қой деп
отырсын Зеленский екеуміз табысқанда. Күлетін күнге жетсек жақсы емес пе, 70 жыл зар жылатқан орыстарға. Сол орыстар қорлап қор болған жоқ беді, сол орыстар қор болып тастап едік. Сол орыстың қолынан қор болды ғой кешегі Ахметтей арыстарда. Нұреке көрінгенмен, бұлдырлан көрінгенмен тектерім көп. Дәл бүгін кері қарай кеткенің көп. Атың әрең шығып жүрген ақынсың деп. Отырсың абыройымды төккен ұл боп. Кім болсам да сен құсап олай түстің ережесінің белінен тепкенім жоқ. Атым әрең шықса да өзім келдім, сен құсап жолдан қосылып кеткенім жоқ. Ал Нұреке Алаботтай, жандыңыз ба? Сұрағыма есіңнен тандыңыз ба? Бірлік жайлы жырлағаның дұрыс бопты, қалың қырғыз отырғанда алдыңызда. Бабамның басы жайлы айталмасаң, барған болып тұрсын ғой балғымызға. Ең болмаса ауылға келген кезде бабаң үшін құрбандық шалдыңыз ба? Оны да істемеген сияқтысың, ақын ба деп отырсам арлығыз ба? Атаңның басы жайлы айталмасаң, атаңыздың басына бардыңыз ба? Ал мәңгі тұрмайсың даңқыңда, ей мұқатқаныңмен сен мені, ей сен де періште емессің, қалмайсың осы қалпыңда. Өзіңнің де ағатай кемшілігің жетеді, айыра баста алмайтын атбасындай алтынға. Оңтүстіктің оғланең алдына қара салмаған, талай жүлдені жалмаған болып жүрген нартымға. Ай бірақта ағатай, қанша айтысқа барсаң да қайғысын айтып, еліңнің айналмапсың мәртұлға. Еу Шахановтың зерлесі емес бедің әйгілі, ақиқатты жырласа қарқын қосатын қарқынға. Ай бірақта Нұреке сенден ондай қарқынды көрмей жүрміз соңғы кез. Қажы болған жігітсің, ақиқатты айтсаңшы берік болып антыңа. Сен айтпасаң ағатай, мен айтайын ендеше, Бұқараның мұңзарын, Бұқарсымағым алтыңда. Менің айтпағым ағайын, қара халықтың қайғысы, осыны күтіп отыр ғой жиналған мынау қалқында. Айтпағым менің ағатай, шаруаларыңның жай-күйі, ей шаруаларыңның жай-күйі, оңтүстіктегі қос елдің. Ал қарапайым халыққа үкіметтен дымда жоқ, субсидия деген шетпектен жасына тіпті қартына. Ал еккен мақтасын саталмай, сарлап жүрген бір қазақ тап болып мынау салқынға. Түссе де қалса да мейлі қырауда, басшылары жоқ сұрауға. Еу жылап жүрген бір қазақ алданып жалған ұранға. Ал министрлерге бәрібір кабинетінен қозғалмай, қаладан бір сәт шықпаса даланың жайын ұғарма. Мақтаның қадірі болар ма, Түркиядан киінген байлығы көп бұларға. Қарапайым халықтың тоқал ешкісін не қылсын, қарапайым халықтың тоқал ешкісін не қылсын. Тоқалы мен қыдырып тойлап жүрген дүгейлер назарын елге бұрар ма? Айналайын Нұреке, елдің мәселесін айтқанмен, оңтүстігіңнің қайғысын неге айтпайсың осылай? Ал өзіңді балап жүрсің ғой Бұқардан қалған жырауға. Талай жүлде алдым деп, баратын жерге бардым деп. Ал жеттің бе әлде тұмарға? Ұяңнан қанат қақтырған осы елің емес пе, айналсан бүгін қыранға. Сондықтан да Нұреке, жайдарманды сөз етпей, жай әзілдерді сөз етпей, ал сала бермей жыранға. Еліңнің жырла мұңзарын, даңқыңды сенің шығарған қалқыңды естен шығармай. Түйіндейміз ғой дейді. Түкірмейтін жігітсің, ау, түкірмейтін тектедің, ау суын ішкен құдыққа.
орда бұзсаңыз қамал алсаңшы қырықта. Айналайын Нұреке, осыларды неге айтпайсың? Қарағайың болдың ғой, қамшыға сап болмай ма кішкентай ғана шыбықта. Сені қалқың балап жүр бұқардан қалған сыныққа. Ал сен болсаң ағатай, әкіміңді мақтайсың, жағымпазданып жақтайсың. Алай салғандай тұныққа. Сол әкімің ағатай, елдің алдына шыға алмай, тізерлетіп өз қалқын, басы қалған ет былықта. Хан ием деп басы ем, шаруаларың амалсыз барып ет сондай былыққа. Ал сол кезде ағатай, сол шаруаны айтпақ түгілі, қарамадың ғой сен өзің басыңда аға бұрыпта. Айналайын ағатай, саған айтар ақылым, ау асаба қылып ардақтап, тойына сені шақырған, тойдырған елді ұмытпа. Айналайын Нұреке, айналайын Нұреке, аспандай бермесем бұлай. Қайтейін елім, қайтейін, ақындарың мынандай әкімдерің оқпаса, жақсылығы жұқпаса, сонда кімге сенеміз? Есіктерін тас жауып ішінен іліп құлпаса. Ай, өзің айтшы Нұреке, сонда қандай ел болып, тереземіз тең болып, алға қарай нықпаса, қашан сонда кірмекпіз 30 елдің сапына, 30 адамның алдына бір әкімің шықпаса. Бір жаны жайсаң жансың аға, қан шығармай шабатын қамшыласа, айтыс соңын әнменен аяқтау жен, біреу сенен хабармен хал сұраса. Бүгінде солай сызылтып көршігәне еске алып, хан иеммен еске алып иман жүзіп Шәмшін аға. Халқыңның бар қайғысын мен айттым ғой, жеткізіп басшыға да жалшыға да. Сонда да қапталымда құр отырмай, бір ән салып бере ғой, әнші балай. Бұнда бір қайыр болды. Ау, аман жолаға айтайық, бір емес қой көп тойдың. Айналайын арғын жаныма неге от қойдың. Жемқордың бірі сенсің ау, біраз уақытымды жеп қойдың. Шабама деген едім, шапқан жоқсың, биікке қанатыңды қаққан жоқсың. Депутат болған кезде не істедің деп сұрап ем, жауап беріп жатқан жоқсың. Ән салып жіберші деп әнші бала, інілік ізетіңді тапқан жоқсың. Ағаңа бала дейтін сен кім едің, дәстүрдің арнасымен аққан жоқсың. Айналайын арғын жан есіңді жи, дәл қазір парламентте отқан жоқсың. Сенің де жұрт білмейтін сырың бар ғой, сенің де жұрт білмейтін қырың бар ғой. Қазақша білмейтұғын депутаттың қасында мына сенің жырың бар ғой. Мандат қимай тұрғам жоқ мына саған, әйтпесе әжептеуір білім бар ғой. Мансапты көтереде білу керек, бұл жағына келгенде мінің бар ғой. Депутат болмай жатып декеңдейсің, қарадай қозып жатқан жының бар ғой. Алда жалда сенатор болып кетсең, төбемді оятуғын түрің бар ғой. Мақтанпаздық көбейді ерлік өліп, сөйлейсің ау қозғалған сенді көріп, сенді көріп. Шаруалардың жайын мен айттым дейсің, не нәрседен отырсың белгі беріп. Ал сен соны жұт болғанда айтпадың ба, айтқыш болып отырсың енді келіп. Сол жылы көктен жаумай жерден өнбей, Маңғыстауым қиналды шерлі болып. Бұл жақта қабырғамыз сөгілді ғой, түйесі картон жеген елді көріп.
Önün şықса сол кезде көрер едім, кеудеңді не қыласың енді керіп. Жаманның қабағынан күн шықпайды, жақсының тірлігінен қыл шықпайды. Мандатың бар кезінде сөйлемедің, мандатың бар кезінде сөйлемедің. Қалайша таңдайыңнан жыр шықпайды. Және де парламенттен дәмелісің, тақырға ешқашанда гүл шықпайды. Ауылын қатырмаған адамдардан Ақордаға барғанда дым шықпайды. Шыңға қарай өрлейтін шамаң болсын, алдыңда үлгі тұтар ағаң болсын. Алланың мырзалығы саған болсын, Алланың ырзалығы маған болсын. Депутат болам деген әрбір адам Шерхан мен Шахановтай адал болсын. Солардың жалғасындай жақсылар бар. Қайтып болашағымыз жаман болсын. Соның бірі Нұртөре Жүсіп ағам, ел деп шырылдағанын қоғам көрсін. Жанашыр Жанарбектей жанағам бар, сөзіміз қалай ғана жалаң болсын. Әлеуметтік көмекті айтқан жоқ па, осындай жарқылдаған дараң болсын. Аманжол ағамызда парламентте сүйсініп шындықты айтқан балам дерсің. Теміртаудың түтінін қадап айтты. Ел үшін азаматтар алаң болсын. Министрлерді айтысқа тартпақшы ғой, елбаға беріп қойған аман жолсын. Бекарыста дәстүрді дәріптеп жүр, елменен үзілмеген араң болсын. Парламентке сен емес Бәукең барсын. Міне біздің жаңғырған заман дерсің. Жайлыбайдың ғалымы бармайды ма, тіл үшін жанын берер табан дерсің. Себетқали ағам мен Дәукең барсын. Қазақша білмейтіндер қараң болсын. Ұйықтайтын депутаттан шаршадық қой, ұлт ойлайтын ағалар аман болсын. Рахмет, болды, арғынбай. Бір шынақ болмайды. Нұреке бәрін айтып тастадың да. Ашық болып тұр екен аспаныңда. Қазыларды түгел мақтап қатырдың ғой. Бұл сенің дайындалған жоспарыңда. Нұрекең финалды шешіп алды. Мәз болып отырған ед достарыңда. Мен ондай жағымпаздық жасай алмайым. Ашық болсын деп тілеймін аспанымда. Астына алсаңдағы мазағыңның біріне айналмадың ғажабылдың. Жұттың жайын неліктен айтпадың деп бір қылып тастадың ғой жазалының. Ағатай сен ауылда жатқан кезде Астананың қақ төрінде айтып салдым. Алдына өзім барып ажалымның. Содан соң депутаттық мандатымды алып қойды. Мен бірақ намысыма қазақ ұлмын. Депутаттық орыным түкті емес, халқым сенің алдында назарыңның. Мандаты керек емес, бұл биліктің мәңгаты керек маған қазағымның. Рахмет. Ақындарға қошемет ардақтағайын. Бұл айтысты бастаған бер жағындағы Нұрлан Есенқұловтың ұпайын беріңіздер. Қаздар алқасы. Нұрлан Есенқұлов.
Bir toğuz қалғаны 10. Нұрланмен айтысқан Арғынбек Қалбаевтың ұпайы. Bir toğuz қалғаны 10. Рахмет.